Одан кейін өтірік айту, жігіттер, бұл мұнафиқтардың сипаты. Аятул мунафиқи саласа. Мұнафиқтың мінезі дейді, мұнафиқтың ісі үшеу дейді өзі. Ва иза хадаса казиба дейді. Ең біріншісін сразу осы айтады. Сөйлесе болды, өтірік сөйлей беретін адам. Өтірікші. Мұнафиқтардың сипаты, жігіттер. Оны қоя тұрайық. Алла тағала Құранда айтады. Мұнафиқтардың жүрегі туралы айтады. Фи қулубихим марад. Олардың жүрегінде, мұнафиқтардың жүрегінде дерт бар. Фазадахумуллаху марада. Алла сол мұнафиқтардың жүрегіндегі дертті күшейте береді дейді, тоқтатпай. Валахум азабун алимун бима кану якзибун. Оларға Алла ертең тағы азап береді қиямет дейді. Не үшін азап береді десе, оның себебі олардың өтірік айтқандарының себебінен. Алланы өтірікке шығарған, дінді өтірікке шығарған, жалпы өздерді біз мұсылманбыз деп жүріп, өтірік айтып жүргендігі үшін олардың өтіріктерінің себебінен Алла олардың жүрегін дерттеді, және де дерттерін арттырады, ертең қияметте азапқа душар қылады дейді. Енді бұл дерт кірді ма, өтірікшілік деген дерт? Онда ол өтірікшілік деген дерттің емі бірақ нәрсе, ол не? Ол шыншылдық, шынмен өмір сүру.